Сәлем, достар. Алдарыңызда 2010 жылы шыққан «Пастушья кукла» атты швейцариялық қорқынышты детективті фильміне қысқаша шолу. Фильмнің басында анасы мен қызы саңырауқұлақ теру үшін Альпі тауларына аттанады. Бір сәтте қыз кішкентай айнамен күн сәулесін шағылыстырып, назарын өзіне аударған баланы көреді. Ол қызға саңырауқұлақ өсіп тұрған алаңқайға ишара жасайды. Қыз дәл сол жерде адам қаңқасын тауып алып, қорыққанынан шыңғырып жібереді. Көп ұзамай оқиға орнына полиция келеді. Олар жоғалған адамдардың суреттерін көрсетеді. Қыз олардың арасынан 1975 жылы жоғалып кеткен Альбертті таниды. Тергеуші бұл елес деп болжайды, бірақ әйел адам бұған сенбей, 30 жыл бұрынғы оқиғаны айтып береді. 1975 жыл. Альпі тауларының ортасындағы шағын ауыл. Жергілікті шериф шіркеу мұнарасында асылып тұрған діни қызметкердің денесін табады. Дәрігер бұл адамның өз-өзіне қол жұмсағанын растайды. Епископ бұл ауыр күнә екенін түсінсе де, оған лайықты жерлеу рәсімін жасап, 3 күндік дұға оқуды ұсынады. Жерлеуден кейін ауылға көмекке зәру жұмбақ қыз келеді. Себастьян әлсіреп құлап бара жатқан бейтаныс қызды көтеріп, оны доктор Цинкке апарады. Қыз шерифке жылы сезім білдіріп, оны сүймек болады, бірақ сол сәтте доктор келеді. Қарап шыққан соң, ол қыздың денсаулығында еш ақау жоқ екенін, бірақ белгісіз себеппен сөйлемейтінін айтады. Қыздың мінез құлқы оғаш, ол жарықтан қорқып, адамдарға тап береді. Цинк қызды психиатриялық ауруханаға жіберуді ұсынады, бірақ Себастьян оған көмектескісі келеді. Кейінірек жергілікті тұрғындар мэрдің әйелі басқаратын барда жиналып, бейтаныс қыз туралы ой бөліседі. Біреулер тауда монахиняға ұқсас біреуді көргендерін айтады, бірақ қыздың онымен байланысы бар жоғын білмейді. Себастьян да барға келеді, бірақ тек қызға тамақ пен киім сұрау үшін. Шерифті жақсы көретін Тереза көмектесуге келседі, бірақ қыздан абай болуды өтінеді. Сонымен бірге ол таудан Альберт деген жігіт өз қолымен жасаған ойыншық табылғанын хабарлайды. Ауыл тұрғындары қызға қарсы агрессиясын үдете түседі. Оны ауылдағы бүкіл бақытсыздықтың себебі деп санайды. Себастьянға қызды түрмеге отырғызуды ұсынады, ол қызды қорғай алмайтынын түсініп келісуге мәжбүр болады. Дегенмен ол қызға сенеді және оның кінәсіз екеніне шүбә келтірмейді. Таудың шыңына көтерілген шериф бақташының үйін тексереді, бірақ ол бос болып шығады. Үйде малда, қару да жоқ. Шериф Альберт пен Эрвин аң аулауға кеткен деп болжайды. Ауылға оралған соң, Себастьян жергілікті тұрғындарды тыныштандырады және епископтың қызға сайтанды қуу рәсімін жасап жатқанын көреді. Қыз Кристі көргенде ашулы реакция танытады, бұл дін қызметкерінің күдігін растайды. Себастьян мұндай әңгімелерге сенбейді де, қызды өз үйіне жасырады. Қыз сөйлей алмаса да, болған оқиғаны түсіндіру үшін крест салады. Шериф қызда амнезия болуы мүмкін деп болжап, оның суретін түсіріп, жоғалған адамдардың ішінен іздеуге шешім қабылдайды. Келесі күні ауылға Мартин есімді ерікті келеді. Ол Эрвин мен оның мылқау жиені Альбертке көмектеспекші. Қыз Себастьянға төсегіне кофе әкеледі және оның кезінде Терезаны сүйгенін, бірақ Терезаның мэрге күйеуге шыққанын біледі. Атанасынан қар көшкіннен айырылған Альберт көзі тірі қалған ешкіге сілеусін шабуыл жасағанын ағасына айтады. Эрвин мылтығын алып көмекке асығады, бірақ кеш болып қалады. Мартин ешкінің тыныс алу тамыры зақымданғанын көріп, оны азаптан құтқару керек деп шешеді. Эрвиннің батылы бармайды, сондықтан жаңа көмекші ешкінің мойнын сындырады. Ауыл тұрғындары жұмбақ қызды сиқыршы әрі зұлымдықтың символы деп айта береді. Себастьян бұған күмәнмен қарайды да, жоғалған адамдар тізімі бар архивті тексереді. 1950 жылғы газеттен ол бейтаныс қыздың суретін көріп қалады. Қалай мүмкін екенін түсінбейді. Қыздың құпиялы өткенмен таныспақ болған Себастьян оны уақытша әкімге тапсырып, қалаға барып, зейнеттегі комиссармен кездеседі. Матре деген комиссар қызды бұрынсыған деп ойлап, абайлап жүргендерін айтады, бірақ 3 адамның өмірін жалмаған өрттен кейін ол із-түссіз жоғалған екен. Әкім өз шаруасымен жүргенде, епископ қызға шабуыл жасап, оның денесіндегі жыннан құтылмақ болады. Ауыл басшысы дер кезінде жетіп, бейшара қызды құтқарып қалады, бірақ қыз қашып кетіп, Терезаның барына барады. Тереза қызға сенімсіздікпен қарап, нанға салынған айқышты көрсетіп қорқытады. Қыз қатты шошып, агрессивті әрекет етеді. Бұл жағдай ауылдағы адамдардың оған деген сенімсіздігін одан сайын күшейтеді. Кешке қарай Эрвин, Альберт және Мартин біраз көңіл көтеріп, ішімдік ішіп отырады. Бір сәтте олар көңілсізденіп, қызық үшін шөптен, ескі шүберектерден және сыпырғыдан қуыршақ жасап, оған жан бітіріп, иесінің тілектерін орындасын деп ритуал жасамақ болады. Мартин бұған сенбейді, бірақ Эрвин бұрын
25 жыл бұрын дәл осылай істегенде сәтті болғанын айтады. Ер адамдар рәсімді жасап дұға оқыған соң қыздың бейнесі елестейді. Тереза Себастьянға бала көтере алмай қалғанын айтып, бұған бейтаныс қызды кінәлайды. Ертеңіне жерлеу рәсімінде епископ жұртты тағы да қызға қарсы айдап салып, 25 жыл бұрынғы фотосуретті көрсетіп, оның зұлым табиғатын дәлелдеуге тырысады. Таңертең Альберт оянғанда қызды байқап қалады, бірақ оның әлгі мыстан емес, жай ғана тауға қашып кеткен қыз екенін түсінбейді. Мартин мен Эрвин қызбен достасуға тырысады. Біраз уақыттан кейін Мартин оның қарапайым адам екенін түсініп, бұл туралы полицияға хабарлау керек деп ұсынады. Эрвин келседі, бірақ ол қызды бас пайдасына пайдалануды жөн көреді, қызды зорлайды. Ол кезде Альберт бәрін сырттай бақылап тұр екен. Себастьян комиссарға қоңырау шалып, жағдайды түсіндірейін десе, комиссар жүрек талмасынан қайтыс болып кеткен болып шығады. Сәл кейінірек Себастьян Мартиннің бұрын сүйіктісін өлтірген қылмыскер екенін растайтын құжат алады. Сол сәтте Мартин қызды босату керек деп ұсынады, бірақ Эрвин қарсы болады. Қылмыскер қызға қашуды ұсынады және оған көмектеседі, бірақ Эрвин олардың артынан қуады. Эрвиннен қашып жүргенде Мартин қызды тағы да зорламақ болады. Кейін олар малшының үйге қайтып оралады. Альберт мылтықтан оқ атқанын естіген Эрвин қайтып келіп, Мартиннің де қызды қорлағанын түсінеді. Кешке Эрвин Альберттің оған немере емес, туған баласы екенін айтады, әйелінің опасыздығынан туған екен. Эрвин ұлын ер адам болуға үйретпек болып, қызды оның алғашқы тәжірибесі болсын дейді. Ер адамдар біраз ішіп алып, қызды үйге алдап кіргізіп, үшеулеп зорлайды. Қыз қарсыласып, біреуін тістеп алады, бірақ бұл көмектеспейді. Түнде ол пышақты ұрлап қашып кетеді. Себастьян оны үйінің алдында кездестіріп, басқа ауылға апармақ болады. Бірақ ауыл тұрғындары жолды жүк көлігімен бөгеп, шерифтің артынан түседі. Нәтижесінде ол апатқа ұшырайды. Қыз қашып кетеді, ал Себастьянды ауыл адамдары ұрып соғады. Таңертең Альберт Мартин мен Эрвинге қыздың жануарларды ішек қарнын ақтарып тастағанын айтып, оның жай ғана жұмбақ емес, өте қатыгез адам екенін жеткізеді. Эрвин бейтаныс қызды іздеуге шығады, бірақ ол сол баяғы сарайда тығылып жатыр. Мартин қызды тауып алып, оны жасыруға көмектесіп қашып кетуге уәде береді. Себастьян үйіне оралғанда қабырғада қыз салған суретке ұқсас шіркеудің айқыш белгісін көреді. Қаруланып, ол шіркеуге аттанып, байғұс қыз өмір бойы өмір сүрген жертөлені табады. Сол кезде Мартиннің жағдайы нашарлайды, қыздың тістеген жерінен қан уланған. Эрвин дәрігерге баруды ұсынады, бірақ Мартин одан бас тартып, қалада жасаған қылмысын мойындайды. Альберт Мартиннің жарасын залалсыздандыруға көмектеспек болып, сарайға ішімдік іздеп барады. Алайда сарайға кіргенде жасырынып жатқан қыз басынан соғып жібереді. Малшы қызды байқап қалып, есікті жауып, оны өртеп жібермек болады. Қыз шатырдағы саңлаудан қашып құтылып, Альберт тұтқынға айналады. Қателігін түсінген Эрвин есікті сындырып, баласын құтқарады. Альберт әкесіне алғаш рет әке деп айтып, мәңгілік ұйқыға кетеді. Баласынан айырылған малшы есінен танып, қызды тауып алып, басына орындықпен ұрады. Сол уақытта Себастьян епископты байғұс қызды тұтқындаған үшін қамауға алады. Белгілі болғандай, 1950 жылы дін қызметкері сыған қызын ұрлап, онымен жақындасып, ал бейтаныс қыз солардың жертөледе өмір сүрген қыз екен. Үш малшы пен дін қызметкері бәрі епископтың сұмдық қылмысының құрбаны. Бұдан басқа, дәл сол адам қыздың анасын жардан секіруге мәжбүрлеген. Бірнеше күн бұрын епископ тұтқындағы қызға тамақ әкеліп, қыз сол сәтті пайдаланып қашып кеткен екен. Шериф қыздың тауға бет алғанын естіп, оның ізіне түседі. Осы кезде Эрвин қызға айқыш көрсетіп, одан әзәзілді қуып шыққысы келеді. Мартиннің жағдайы нашарлап барады, бірақ ол бейшара қыз қиналмасын деп қорғауға тырысады. Эрвин қызды жібергісі келмейді, бірақ қолынан жарақат алып, ақыры көнуге мәжбүр болады. Қыз қашып кетудің орнына Эрвинге пышақпен тап береді, оны өлтіреді. Біраздан кейін Себастьян тауға шығып, малшының үйіне жеткенде, бұл жерде сұмдық нәрселер болғанын түсінеді. Сұлулығымен баураған қызбен шай ішіп отырып, Себастьян бір сәтке болса да барлық уайымын ұмытады. Сәл кейінірек қыз оны сарайға шақырады. Онда ол марқұм Эрвин, Мартин және Альберттің терілерінен жасалған үш малшының қуыршағын көрсетеді. Ол бақсы туралы аңызды естіп, сиқырды қолданып, ер адамдарды қайта тірілтпек болады. Шошыған Себастьян бұл оқиғалар олардың танысуына бір күн қалғанда 6 күн бұрын болғанын түсінеді. Шериф қатты көңілі қалып, қыздың жасаған ауыр қылмысына ашуланады. Ол қызды қамауға алу керек екенін біледі, бірақ қыз қашуға бел буады. Қалың тұманға түскен қыз қауіп қатерді байқамай, жардан құлап кетеді.
Төмен түсіп келгенде Себастьян бұл оның алғашқы құрбаны емес екенін көреді. Жар астында сондай қателік жіберген адамдардың денелері үйіліп жатыр. Өз-өзін кінәлаған шериф өмірімен қош айтысады. Қазіргі уақытта тергеушілер қыздың қаңқасын тауып, оның бақсы да сиқырдың нәтижесі де емес, қарапайым адам болғанын түсінеді. Фильм осымен аяқталады. Көріп болғандарыңызға рахмет. Арнаға жазылып, жаңа видеоларды жіберіп алмау үшін қоңыраушаны басып қойыңыздар. Лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.